Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздер бүгін Ақжайық ауылдық округ әкіміне үміткер Тоқмұрзин Айбекпен кездесіп отырмыз. Айбек, қош келдіңіз. Енді өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум ауылдастар. Өзімді таныстырып кететін болсам, Тоқмұрзин Айбек Есетович. 1992 дүниеге келдім. Теректі ауданы Абай ауылында тумасымын. Сол Абай ауылында 11 жыл мектебімді оқып, 2013 жылы мектебімді бітіріп, жоғары оқу орындарында оқыдым. 3 жоғары мамандығым бар. Сосын әртүрлі қызметтерде жұмсап, депутат болдым. Болған кездері ауылыма мектеп салдыруға үлес қостым. Абай ауылына. Қай жылдары депутат болдыңыз? 2021-2022 жылдары бізде деген депутаттық мерзіміміз кішкене қысқалау болды. Бізде деген 23-те таратып жіберді. Сонымен кішкене жыл жарымдай жасап, өзімнің отбасылық жағдай бойынша, жұмыстар жеке кәсібім бойынша депутаттық мандатымды тапсырып кеттім. Содан кейін 4-5 айдан кейін біз сол 7-ші созывты таратты. Депутат болған кезімде ауылға сол мәселесін қозғап, облыс әкімі Көлгенов Алтай Сидоровна кіріп, халықтың деген өтінішін айтып, ауылға, Абай ауылына клубты күрделі жөндеуден жүргізуі ұсындым. Сол Алтай Сидоровның көмегімен, сол кісінің тапсырмасымен ауылда клуб ремонтталды. Айбек, сіз мына қазір енді Ақжайық ауылдық округінің әкіміне үміткер болып отырсыз. Әкім болуыңызға не себеп болды? Негізі осы ауылдың мәселесін көтеруге қатты әсер еткен. 2015 жылы бізге Ашығалиев Қатаула Мералиевич деген агитация, сол ауылдан шыққан адамдар ауылды неге көтермейді, ауылдың мәселесін қозғамайды деп көп ойланып, содан өзім ой түйіп, ауылды жақсарту деген ой. Осы жылға дейін, негізі 2015-тен бастап 25-10 жыл уақыт өтті. Сол кезге дейін қарайым, жасын түспегесін өзім бағым сынап көрейін деп бел шештім. Өзім ауылыма басты мақсатым деген ауылымды көтеру. Өзім деген ел көріп, жер көріп, Қазақстанды арладым, жүрдім. Сонда деген басқа ауылдар қарайсың. Қазір Қазақстанда ең белгілі үлгі тұтатын ауылдардың бірі Родина бар, көп айтылатын, әлеуметтік желілерде көп айтылатын, Родина деген ауыл бар. Соны деген өзім қызығамды. Неге сол біздің ауылды сондай деңгейге жеткізбеске, неге сол соны істеген адамдар, соны біздер істемеске деген ой. Сол негізі мақсатым деген Родинадай қылып ауылымды мықты көтеру. Бұйыртса әкім болып сайлансам, сол Родинаның деңгейіне жеткізу. Әкімнің негізгі міндеті, мақсаты деген негізі қолынан келетіні ұйымдастыру барлығын деген. Халықпен бірге болу, ортада бір алтын көпір болуы, қарапайым халықпен де, үлкен шаруа қожалық үкімет ұйымдармен де ортада соны байланыстырып жүйеде ұйымдастыру болушы. Кішкене басқа бір нерден түспей деген бір ұсыныстар болды, деген керек емес. Яғни сіздің түсейін деп жүрген ойыңыз бар екенін білді да басқа кісілер? Білді. Мен негізі былтырдан бері деген естедім. Өзім мақсат қойдым. 2024-те қазіргі әкімнің уақыты, әкімдік уақыты бітет деген, мерзім бітет деген бастап, өзім сол 24-тен бері деген өзіме мақсат қойдым. Осы ауылға деген бұйыртса бағым сынайым, әкімдікке түсемін деген. Сол кезден бастап, сосын осы сайлау жақындағаннан бері кішкене нері болды, маған қарсылық көрсетушілер, қаламаған кісілер болды. Яғни сіздің әкімдік үміткерге түсуіңізді қаламады да? Қалаған жоқ.
Кімдер екенін айта аласыз ба? Оны айтпайын енді. Бірақ өздері біледі деп ойлайсыз ғой, Өздері біледі. Бірақ та қазір енді келіссөздер жүргізіп сөйлесіп, оны нені қойдырғандай болдық. Қысымшылық тоқталды, Қысымшылық тоқталды деп ойлаймын енді. Өтпей қалып, одан кейін тағы да нелер болмаса, қысым көрсетілсек. Сен баяғыда қатыстың ғой, бізге кедергі болдың ғой деп. Айбек, сіз үгіт насихат жұмысыңыз қалай жүріп жатыр? Үгіт насихат жұмыстары деген жақсы жүріп жатыр деп ойлаймын. Осы соңғы апта қызу жүргіздім. Себебі оған дейін де тоже бір нелер болды. Жан-жақтан қоңырау салушылықтар, тағы да алтса кандидатурыңды түспей-ақ қой, сондай деген бір қысым көрсетушілік болды. Соған байланысты деген мен өзім деген соңғы апта агитация жасаймын деп сондай бір тактикалық пландарым болды. Сол пландармен жасап келе жатырмын. Ақжай ауылын аралап, Талпын, Абай ауылын, санаторий Ақжайық ауылдарын үгіт насихат жұмыстарын жүргіздім. Ауылдың басым көпшілігі қолдаймыз деп, өздерінің ниеттерін жақсы лебіздерін білдіріп жатыр. Халықтың негізгі ойы деген бір өзгеріс әкелу, жаңа жылға әкелу, жаңа адамның келген қалап отыр. Бұрынғы 8 жыл отырды лауазымда. 4 жыл депутаттық сайлау, депутаттардың сайлауымен өтті. Қалған 4 жылын халық сайлады. Халық сайлағанда 2021 жылы сайлау өткенде ауылдан шыққан ешқандай жастар болған жоқ. Сосын деген қазіргі әкім болмағасын сайланып кетті ғой негізі. Ауылдан енді сол 2025-те өзім бағым сынап көрейін деп. Яғни сіздің басты қарсыласыңыз қазіргі әкімде? Сол ғой енді. Болат Александрович. Қалған 2 кандидатурамен де олар әйел адамдар. Оларға бұған халық танымайды. Басқа жақтан келген кісілер ғой. Басты қарсыласы қазіргі әкім Кадыралиев Болат Александрович. Айбек, сіздің манағы Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясы жариялағанда сіз Орал қаласында тұрады деп жазылған, иә? Сіз қазір Орал қаласында тұрасыз? Негізі сол прописка бойынша деген Орал қаласында ғой. Бірақ та деген бүкіл ағайын туыс-өскен жердің бүкіл ағайын туыстың барлығы Абай ауылында үйім бар, сонда тұрамын. Егер әкімдікке өтіп сайланып жатсам, сол ауылдың басында бірге халықпен бірге боламын. Орал қаласына келіп жасайды деген ол қате пікір. Ондай әңгімелерде болған. Ол қалада тұратын бала, ауылдың жағдайын білмейді, оның мұқтажын білмейді, қандай мәселе көтерілетінін, не керегін білмейді деген сондай бір әңгімелер болды. Оны өзім естіп жатырмын. Ауыл біздің бір-бірімізді танығасын. Депутаттық бойынша айта кетерім. Біз деген сайланған кезде партиялық список бойынша өттік. Онда деген біз ешқандай ауылдық округтың атынан сайлауға түскен жоқпыз. Партия өтті, біз ауыл партиясына өттім. Бізде депутаттық өткеннен кейін де бір белгілі бір округты бізге міндеттеп областной деңгейде, районный деңгейде қолымнан келгенше істетіп, ол мәселелерді көтердім депутат лауазымдық болған кезде. Айбек, сіз ертең сайлаушыларға қандай үгіт насихат жүргізер едіңіз? Сұхбатты пайдаланып отырып, басқа үміткерлерге дауыс беремін деп жүрген сайлаушыларға маған дауыс бер деп қандай сөздер айта аласыз? Құрметті ауылдастар, біздің ауылға деген негізі өзгеріс керек, жастар керек, жаңа бір ауылды дамыту керек, көркейту керек, жұмыс орындарын ашу керек. Мен өзім ауылдың сол азаматы болғасын, сол ауылда туып өскесін, ауылдың мәселелерін білем, қандай мәселелерді қолға алу керек, көтеру керек, нені істеу керек, соның барлығы хабардамын. Енді дауыс беріңіздер, қолдап жүріңіздер. Бізді деген енді осы әкімдікке келу, ауылды көтеру ең басты мақсатым. Бірақ та айта кетерім, енді жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді.
оны жалғыз өзім істей алмаймын. Оны халық болып, ел болып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ауылымызды бірге дамытайық, көркейтейік, жастарды қолдайық. Менің тағы бір өзім ойымдағы нәрсе деген спорт саласын, мәдениет саласын, медицина саласын ынталандыру қой жастарға деген. Болашақ жастардың қолында дейді. Жастармен тығыз байланыс жасау керек. Айбек, енді бүгін біздің сұхбат беріп келіскеніңізге көп рахмет. Сізге алдағы сайлауда сәттілік тілейміз. Рахмет көп. Рахмет. Сәттілік болсын. Рахмет.